Екі дос шөл далада келе жатып, бір-бірімен қатты сөзге келіп қалады екен. Содан ашуланып, біреуі екіншісінің бетінен ұрып жібереді. Қанша ашуланса да сөз қайтармай, сабыр сақтаған досы отыра қалып құмға «Досым мені бетімнен ұрды» деп жазып, әрі қарай жолдарын жалғастырып кете барады. Ұзақ уақыт жүргеннен кейін сулы жерге шығады екен. Екі дос салқындап алу үшін суға түседі. Судан таяқ жеген жігіттің аяғына балдыр оралып, аяғын шығара алмай суға бата бастайды. Сол кезде досы ойланбастан суға секіріп түсіп, досын құтқарып қалады. Сонда жаңағы жігіт тасқа қашап тұрып, «Бүгін мені досым өлімнен құтқарып қалды» деп жазады. Сонда досы таңғалып, «Неге жамандығымды құмға жазып, жақсылығымды тасқа қашап жаздың?» депті. Досы, жамандықты құмға жазсаң, ол есте қалмайды, оны жел ұшырып әкетеді де, ал жақсылықты тасқа қашап жазсаң, оны дауыл да, боран да ұшыра алмайды, сондықтан да ұмытылмайды. Досым, қашан да жақсылығымызды тасқа, жамандығымызды құмға жазайық. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың деген сөз қандай орайлы айтылған. Достым, заттың жаңасы, ал достың қашан да ескісі жақсы. Дос деген сөзде көңіл де, өмір де бар. Досты Тәңір қосады. Достарымыз көп болсын.